Қайырлы күн достар, сіздерге өзім тапсырысқа дайындайтын сүзбелі бәліш, яғни творожный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызға қопсытқышымызды, жұмсақ сары майымызды, шекерімізді, жұмыртқамызды және қаймағымызды, мендегі қаймақ дүкеннің 20% қаймағы, кез келген қаймақты қолдансаңыздар болады. Барлығын жақсылап салып, қолымыздың көмегімен жұмсақ, қолға жабыспайтын, нәзік қамыр илейтін боламыз. Енді осы иленген қамырымызды 4-тен 1 бөлігін алып, кішкене бөлігін морозильникке, яғни мұздатқышқа салып, ал қалған бөлігін тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. 15-20 минут салсаңыздар жетеді. Енді ішіне салатын салмамызды дайындайтын боламыз. Ең алдымен сүзбемізге шекерімізді, жұмыртқамызды және қаймағымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Осылай қасықтың немесе вилканың көмегімен араластырыңыздар. Блендер қолдануға болмайды. Енді тоңазытқыштағы қамырымызды алып, жақсылап жайып, тым жұқа емес, тым қалың емес, орташа көлемде жайып, табамызға орналастыратын боламыз. Табамызда алдыңғы видеода көрсеткендегідей астына майымызбен ұнымызды жақсылап сеуіп аламыз. Барлық шеттерін әдемілеп біркелкі етіп жасап алыңыздар. Енді ішіне салмамызды саламыз. Осылай салмамыздан қамыры жоғары тұрады, себебі піскеннен кейін ісінетін болады. Енді морозильниктегі мұздатқыштағы қамырымызды алып, теркамыздың үлкен бөлігімен осылай өткізіп алып, қамырымыздың үстіне, сүзбеміздің үстіне дәл осылай жаймен сеуіп шығатын боламыз. Енді осы дайын болған қамырымызды 180 градус қызып тұрған пешімізде 30-35 минут көлемінде қызарғанша әдемілеп пісіріп алатын боламыз. Осылай біздің творожный пирогтарымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін жетістік, жеміс болып табылады. Ортасын қазір осылай ашып көрсететін боламын. Тапсырысқа дайындасаңыздар өте керемет жүреді. Артында қазір көрсететін боламын. Біздің осылай творожный пирогтарымыз үлкен көлемді болып шықты. Арты да қызарып, ешқандай табамызға жабыспай әдемі болып шығады. Отбасыңызға, тапсырысқа, кез келген отырысқа, жиынға дайындасаңыздар болады. Ас болсын.